Көз тиюден сақтанғанға пайғамбарымыз айтқан әл-айну хаққон. Көз тию бұл ақиқат, бұл бар нәрсе туғандар. Көз тию бар нәрсе. Бұға қош көңіл болуыңыз, бұны мындай көз жұмып қойуыңыз, бұға мағына беріш керек. Көз тию бар. Пайғамбар айтып жатады әл-айну хаққон. Пайғамбар айтып жатады, көз бар ғой, көз. Төні қазанға адамды көрге салып қояды дейді. Демек, жануарларға да көз тиеді, адамдарға да көз тиеді деген сөз да. Сақтанғанға сөзсіз аят-әлі курси, ихлас, фалақ, нас дайыма оқып жүреді. Әрбір намазды оқып жүреді. Зерікпеңіз, сізге ақша дәле кетпейді аға. Аз құптан оқиыңыз, ихлас, фалақ, насты бір сер оқып қойып, бірден оқып қойған не oldu сізге? Анан көз тиюді пайғамбар сахабаларында да ушундай болған. Кейбір адамдар мына қарап, бір сахаба кийим, жогорку кийимин алмаштырганда денеси аябай апапагай нурлуу, чырайлуу экен да. Экинчи сахаба көрүп алып, ой, ушундай чырайлуу деп, ошо моментанан бул жыгылган. Кармаган эмес, урган эмес, жөнү көздүн күчүн карасаңыз, бул момент жыгылган. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга кабары келгенде, анан пайгамбарыбыз дегени кичине каккан. Сен айтпай белең, маша Алла деп. Ла хаула ва ла куввата илля билля деп койбойсуң, баракалла деп койбойсуңбу? Ошондой көз тийбейт эле деп. Кийин аны жуунтуруп, ошо сууга жууганда, бул жакшы болуп кеткен кайра. Демек, кимдин көзү тийсе, ошону жуунтуп, ошого сууга чачыш керек дегенчи. Түшүндүңүзбү? Ал кандай кылат? Тазик деп коебуз. Ошого эле бир сыйрамда суусун жууп берсин. Түшүндүңбү? Ошо суу менен анан ошо кимге көз тийсе болду. Эч кандай анау диагностикага алып барып, анан кийин да метод бир мындай бир 20-30 дарыны жедиртип, кереги жок. Мына менен эле бүтөт. Көз тийгенден болсо. А бирок билбесеңчи кимисинин көз тийди, кимисинин тийбеди. Ал кандай кылат андан? Ошончон анда баарыбыз айтып коюшубуз керек. Не деп? Маша Алла деш керек. Не деш керек? Балдарыңызды да, атыңызды көрсөңүз маша Алла деп коюң. Кээ бир адам өзүнүн көзү бар, анча деле билбейт. Бирок суу көзү өтүп кетет. Балаңа деле өтүп кетет. Малыңа деле өтүп кетет. Ошон үчүн мына сөздү кошо жүрүш керек. Не деп? Маша Алла. Айтсаңыз? Ла хаула ва ла куввата илля билля. Баракалла. Мына сөздү айтып берсе, Кудай калса, көздү кесе турган нерсе бул. Неге кылатың? Көздү кесе турган нерсе. Көздүн күчү, тамаша эмес тақсырлар, көздүн күчү,